Баршаға сәлем достар, бүгін сіздермен небәрі 15 минутта дайын болатын ең дәмді банофи пай дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма жазылмаған болсаңыз, подписаться басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Ендеше ең алдымен осылай ыдысымызға ұн мен қопсытқышымызды салып, електен өткізіп аламыз, және де үстінен сары майымызды салып, қолымыздың көмегімен осылай үгітіп, крошка жасап алатын боламыз. Міне біздің массамыз осындай болуы керек. Енді осы массамыздың үстінен алдын ала өлшеп алған қантымызды саламыз. Кішкене ғана тұз саламыз. Және де бізге 2 жұмыртқаның сарысы қажет болады. Осылай 2 дана жұмыртқамызды ағынан сарысын ажыратып алып, бұны да жаңағы массамыздың үстінен саламыз. Енді кезекте осылардың барлығын қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды пакетикке салып 15 минутқа холодильникке қалдырамыз. 15 минуттан соң алып, формамызға май жағып, қамырларымызды осылай толықтай жан-жағына жайып шығамыз. Мендегі форма 22 диаметрлі, кез келген формаға жайып жасай берсеңіздер болады. Ең алдымен осылай жан-жақтарына жабыстырып алып, қалған бөлігін ортасына толығымен жайып шықтым. Қамырларды осылай толығымен жайып шығып, қамыр піскенде сініп кетпес үшін осылай шанышқының көмегімен барлық жерін шұқып шығамыз. Осы уақытта пешімізді алдын ала 150 градусқа қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Міне біздің қамырымыз пісіп шықты. Бөлме температурасында мұздатып алып, мұздағаннан соң барып бетіне вареный сгущенка жағамыз. 3 ас қасық жақсаңыздар жеткілікті болады. Егер қатты тәтті болғанын қаласаңыздар, қалауларыңыз бойынша одан да көбірек қоссаңыздар болады. Вареный сгущенкамызды жағып болдық. Енді үстінен алдын ала турап қойған банандарымызды қойып шығамыз. Мен банандарды осылай тек жағасына ғана қойып шықтым. Бір қатар етіп бананды толығымен қойып шықсаңыздар, дәмі одан да керемет болады. Мен ерекше болуы үшін банандарымыздың ортасына осылай жаңғақтарды сеуіп шықтым. Қазіргі түрінің өзі өте тәбет ашарлықтай болып тұр. Дәмі енді керемет болып шығады. Ең соңында бетіне осылай сливки мен сахарный пудраны араластырып, насадканың көмегімен осылай кремдерімізді жағып шығамыз. Міне кремдерімізді толығымен құйып бітірдік. Енді үстінен әдемі көріну үшін қалауыңыз бойынша кез келген жеміс жидек немесе осылай мен сияқты жаңғақ сепсеңіздер де болады. Ол жағы өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Біздің пирогымыз бұдан да әдемі көріну үшін үстіне кішкене ғана осылай какаоны електің көмегімен өткізіп, себелеп жіберетін боламыз. Осымен біздің банофи пай пирогымыз дайын. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы нәзік пирогты қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Көріп отырғандарыңыздай көп уақытыңызды алмайтын, ең бастысы өте дәмді болып шығатын дәл осы банофи пай пирогын міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео рецепт сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаған болса, видеоға лайк басып пікір қалдырып, қолдап қойыңыздар, және де дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынын сөзсіз. Дәмі өте керемет болып шыққан.
Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Гүлмира Әлібайқызы. Назарларыңызға үлкен рахмет.